Қыздар, тағы да сәлем. Енді біз қазір именной таспих жасаймыз. Бізге керегі осы заттар. Ал енді бастайық. Біз қазір колпачокты кигіземіз сыртқы жағынан. Ең алғашқы осылай бірінші колпачогымыз. Сосын 11 тас өткіземіз. Ендігі кезек колпачокта ішкі жағымен тағы да бір колпачогымызды өткізіп, біздің 11 тасымызды 11-11-ден қылып бөліп тұратын стекляшка осындай әдемі золотистый тасты өткіземіз бұл жақта. Сосын тағы да колпачок сыртқы жағынан өткіземіз. Şimdi tағы да 11 тас. Жаңағыдай тағы да колпачок ішкі жағымен стекляшкамыз. Енді тағы да бір колпачок сыртқы жағынан. Тағы да 11 тасымызды бөлдік. Енді соңғы 11 тасымызды өткіземіз. Енді лескамызды созылмалы леска бұл бізде 0,8 размер. Şimdi bölüp alamыз. Соңғы колпачогымызды ұмытып кетпейік. Енді осыны екі рет байлап, қарапайым байлау бұл. Ақтан істелетін. Енді осылай екі рет байлап, бір тасымызды bir tas bizce bu tasımızdan iki leskamızı ötküzemiz. Eğer biz tasımızda ötküzdük, bir tasdan iki leskamızı ötküzdük, şimdi uçunu çaksılap baylayımız. Kısa. Şimdi özüm bir süre bayladım. Şimdi qisqa leskamızda chiqamiz akkuratно. Bizde mana o'zi bo'lib qoldi. Soni yashirish uchun biz hozir tag'da bir колпачок kiygizamiz ichki жағынан. Колпачогimiz mana joy qo'ydi. Endigi кезек mine harflarimizni o'tkazamiz. Ismimizni Bebjan ismi. Mine o'tkazdik. Endi so'nggi колпачок. Sirtqi жағымен. Және де so'nggi решающий tasimiz. So'nggi. Endi bizdan Alloh ismining krishanyamizni baylaymiz. Жаңағыдай қарапайым узел. Басқаша да байлап көрсеңіздер болады, араластырып. Екі түрлі жолмен. Қатты болу үшін әртүрлі қылып байлаймын өзім. Байладым. Қазір табыспейміз. Ендігі кезек колечко, мына бір колечкамен зажиммен қысып, кисточкамызды колечкамыздан өткізіп, кисточка біздің жалпақ тілмен шашақ. Қалай атасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Енді ауланы астыңғы жағына іліп қысамыз. Мына жақтағы лескамызды аккуратно кесеміз. Біздің тастымыз дайын.
bарлығы түсінікті деп ойлаймын.